Елдос, естіп отырсың ба? Да, бұл баланың ойын емес, адамдардың тағдыры жатыр бұл жерде. Сіздер үшін бүкіл жұмысты онлайн-тарға да дропшиппинг компания жасайды. Бірақ кімдерге қайда? Ыбырай мен Бауыржан келген жоқ па? Енді ондай болса қажеті жоқ олардың. Да, Елдос бар, істей берсін. Олар сендерге жасап береді. Енді қараңдар мына, да? Жаңағы Бауыржанда, Ыбырайдың да байқаңдар олармен. Өйткені мына жерге шақырғанда келмей отырған адам сендерге уақытында товар бермеуі мүмкін, сендерге уақытында жеткізбеуі мүмкін, тағы бірдеңе айтуы мүмкін. Осы жерге уақытында келе алмаған адамнан түк шықпайды. Олар өз ісіне жауапсыз адамдар. Да, сондықтан ол екі компаниямен мен істемеуге кеңес беретін едім. Ары қарай өздері шешіңдер енді. Елдос, естіп отырсың ба? Да, бұл баланың ойын емес, адамдардың тағдыры жатыр бұл жерде. Ассалаумағалейкум, құрметті шабандоздар, бизнес бастаулықтар. Менің есімім тағы да айта кетейін, Елдос болады. Осы Shopicon эксперт топтар желісінің жетекші болып келем. Қытайдан тауарлар қалай келеді? Қытайдан тауарлар пойызбен, көлікпен және авиадоставкамен келеді. Пойызбен келу құны $4,5 болып келеді килограммына. Көлікпен, ең арзан көлікпен $3 болып келеді. Кемемен $2,5 болып келеді, ең арзан. Бірақтан ол кемемен біздер Қазақстан ешқандай мұхитпен шектеспейтін болғаннан кейін бізге ол келмейді. Россияның нарығына шыққысы келетін адамдар болса, осы кемемен біздер доставка жасап береміз. Россия нарығына $2,5 келеді. Одан кейін авиа жеткізу ең тез, әрі ең қымбат болып келеді. Басқа да жеткізудің түрлері арзан болғанмен, олар 2 аптаның көлемін алса, мына авиа доставка қымбат, бірақтан олар 5 күнде, 6 күнде Қазақстанда, Алматыда болады. Одан кейін міне мысал ретінде 1688 сайтын қарастырайық. Қытайша, Қытайдың азаматтарына ғана арналған сайт. 1688 сайтына кіресіздер. Сосын осындайдан транслейтер ашып қоясыздар да, орысша, қытайша қойып аласыздар. Орысша қойғаннан кейін қытайшасын аударып береді қасына. Сосын осы 1688.com сайтына кіресіздер да, поисковикке жаңағы сөздеріңіз қоясыздар осылайдан. Сосын почта іздеген кезде сізде мыңдаған, миллиондаған зауыттар шығады сол затты өндіретін. Мысалы, міне 1688 сайтының өзінің көрінісі. Мына жерде жұлдызшалар көріп тұрсыздар ма? Жұлдызшалар тұр ғой, 5 жұлдыз. Жаңа сапа туралы бір кісі айтып отыр, қалай білеміз сапасын деп. Орда Қытайда, негізі айта кетейін, заң қатал өте. Білесіздер, бірдеңені алдап, біреуді лақтыру деген нәрсе үшін оларда адам өліміне дейін кеседі. Сол үшін ол жақта ешкімді алдамайды. Яғни осы жерде көріп тұрған нәрселерге сене берсеңіздер болады. Мына жерде 5 жұлдыз көрсетіп тұр, яғни бұл деген сөз 5 балдық системадан 5-еуінен де өткен деген сөз. Адамдардың дауысы бұл, голосование. Бұл голосованияны алған клиенттер ғана бере алады. Жақсы жері. Қолына ұстап көргеннен кейін ғана береді. Яғни бұл компанияның, бұл еңбегі бұның. Одан кейін тұрған, оң жағында тұрған 228.190 деген көріп тұрсыздар ма? Жұлдызшаның оң жағында 228.190 адаммен сделка жасалған. Яғни бұл күдікті деп айтуға келмейді. Яғни бір Қазақстанның қаласының тұрғынынан көп адам алған бұл жерде. Оның оң жағында 2605 деген көріп тұрсыздар. 2605 деген ол отзыв қой, былайша айтқанда, пікір қалдырған. Қазір ана сайттар арқылы осында қалдырған пікірлерді аударып көрсеңіздер болады. Өте керемет, маған ұнады деген сияқты тағы да сондай жақсы пікірлер қалдырған. Яғни сізде қарайтын критерий қандай? Ең көп адам алған ба? Пікірлердің саны қаншалықты көп, қаншалықты жақсы, соған мән беру керек болады. Сосын арасынан жаңағыдай айтқан критерийлері бойынша қайсында көп сатылым бар, қайсында отзывтар жақсы, сол критерийлер бойынша сіздер сол затты өздеріңіз сатып қоясыздар сілтемелерін. Сортировка бұл жерде автоматически шығады. Ең бірінші шығатындары, ең көп алғандар шығады. Отзывтар жақсы дегендер шығады. 1688 сайттың нешін ұсыныватым сіздерге? Себебі бұл сайт ең арзан. Одан кейін ішкі Қытай үшін арналған. Біз сол сайтқа доступ алып алдық. Бізде сол арқылы сіздерге көмектескіміз келіп отыр негізі. Сіздерде өте арзан бағада бармай-ақ заттар алып келу үшін. Яғни бұл жерде тек қана саудаланған затын алып келу міндет емес, жаңағыдай станокты да айтқан, өндіріс үшін керек, қызмет үшін керек, эстонда заттарын әкеп сатсаңыздар болады, істей берсеңіздер болады.